Таяғым тең жорға, ұмытпас мені ғасырлар. Қол ұстасып халықпен жасасқан бірге жасым бар. Тарихтың кілті қолымда шежіре, шешен атым бар. Нұрпейіс Байғанин. Халқымызды үлкен жол торабында тұрып, артына сәл бұрылып көз тоқтататын салт болған. Бүгінгідей рухани құндылықтарға деген көзқарас өзгеріп, қазақ болмысының тарих тоғысында тұрған сәтінде қарапайым ғана осы дала даналығының мәні арта түспек. Өткенімізге оймен үңіліп, зерделі көңілмен қарағанда, қазақ қауымының тамыры тереңде, тарихы тұңғиықта жатқан қайталанбас ерекше қасиеттеріне куә болатынымыз хақ. Даланың данышпандары саналған ақын жыраулар поэзиясы бүгініміз бен ертеңімізді жалғастырған алтын көпір болды. Әлемдік руханиятқа көз жіберсек, осыдан 2000 жылдар бұрын әлде бір грек жыршысы Троя соғысы туралы жырламағанда, бүкіл батыс өркениеті туралы түсінік кемшін болар еді. Ұлы дала өркениеті туралы да дәл осылай айтуға болады. Бүгінгі әңгімеміздің арқауы болып отырған арқалы жырау Нұрпейіс Байғанин осындай ұлылардың соңғы тұяғы. Аты ұмытыла бастаған осы есімде біздің сергелденге түскен санамыздың бүкіл драматизмі мен бізге беймәлім тылсым шындық жатқандай. Ештен кеш жақсы демекші, дер кезінде есімізді жиып, жырау мұрасын жинақтауды қолға ала бастағандаймыз. Уақыт сынына төтеп берген Байғанин жырларының құдіреті мен күштілігі сонша, оның уақыттан озған дауысына бүгінгі өскелең ұрпақ, тарихымыз бен мәдениетімізді барынша бұрмалаған талай жылдардан кейінде ынтызар болып отыр. Қазақ даласының қай өңірі де тума таланттарға кенде емес. Осыдан 150 жыл бұрын Ақтөбенің Дархан даласының қамысты нуы арасында біртуар тұлға Нұрпейіс Байғанин дүниеге келді. Сол даланың шайқалған шөбімен азынаған желі ұлы жыраудың кең тынысты табиғатын тудырды. Киелі мекеннің шөбімен жел тербеткен бала жырау бесікте жатып ақ, шешесі Үміттің әлді әніне бөленіп өсті. Анасы Үміт сол өңірде әйгілі әнші, күйші болған деседі. Киіз үйдің кішкене кеңістігінде салған Үміт әжеміздің әні бала жыршының ақындық қиялының ақ желкенін айналды. Көне суреттерге көз салыңызшы. Тұлға қандай, тұрғандай, көреген көздердегі күш қандай. Бұл қазіргі журналдардағы техникамен өңделген жылтыр суреттер емес. Бұл алдында әлі сан ғасырлық өмір өткелдері жатқан көкірегі қазыналы Нұрпейіс Байғанин бейнесі. Жыршының балалық шағы аумалы төкпелі заманға тұс келді. Бұл орыс отаршылдарымен өмір бойы арпалысқан Кенесары хан мен арқалы ақын Махамбеттің өршіл рухтарын мәңгілікке өшірген қазақ даласындағы аса бір қайғылы, қаралы замандар еді. Қазақ даласындағы жыраулық өнердің тарихи бастауы түп тамыры сонау Тоныкөк күлтегінге арнап жазылған Сынатастағы мадақ жырынан бастау болатын үлкен қасиетті өнер. Ал жыраулық өнер, жыраулық өнер ол мұрагер ұрпақтары арқылы ғана дәстүрлік сипатқа айналады. Қазақ даласындағы жыраулар кешегі 19 ғасырдың бірінші жартысына дейін мемлекеттік үлес салмағын мемлекеттік өзінің орнында болып келді. Неге? Себебі кешегі Кенесары Наурызбайдың қосынындағы ақылшы болып жүрген Нысанбай жырау қолдаудан өтіп ағына иза қойныңа қаның құйылмай, қақыратып ағетті белдікке барып үймай, жантайып жусан жастанып ақ төсегің бұйырмай, ат үстінен алшайып ажалға қарсы ұмтылдық Алланың берген сыйнай деп. Халықты азаттық рухқа сол шақырып жүрсе, кешегі Исатай Махамбеттегі Махамбеттер кәдімгі. Ат жігіттің майданы, қылыш ердің пәрмені, атақты ермен бірге өлген болама жанның арманы деп жүрген. Демек жыраулардың азаткерлік рухы
біздің күні кешегіге дейін атадан балаға мирас болып жетіп келіп еді. Орыс орам қалып деп сөйлейді үлкен кісілер. Ел, жер, уезге бөлініп, халықтың тұрмыс тіршілігінің барлығы сол бодандыққа қарай келген уақытында кешегі Балқы базары жыраулар, Жиенбай жыраулар. Бұл жыраулар шыққан уақытында Балқы базары жырау айтады. Әттең жалған сұм дүние арманда кетіп барамын, бір шақырта алмай ұранды дейді. Ол уақытта қан да жоқ, сұлтан да жоқ. Жырау би менен болыстың айналасынан табылады. Тік көтеріліп мемлекетті, халықты кәдімгі азаттыққа бастайтын мінекей мүмкіндігі жоқ болып тұрған еді. Ал бертін келе қазан төңкерісі дедік, түрлі саяси әлеуметтік мәселелер өткен уақытында қазақ даласында жырауларды тап жауы есебінде мінекей аластау немесе жазалау жұмыстары қолға алынды. Сол кезеңдерде мінекей қадау-қадау әр өлкеде қалған биік шынар тұлғалар болды. Тағдырдың да сол кездегі саяси осы көзқарастардың да ыңғайында осы адамдар бізге дейінгі алтын тін арқау жібін үзбей жыраулық өнерді жеткізген мінекей Нұрпейіс Байғанин атамыз бүтіндей Сарыарқаның төсіндегі биік тұлға еді. Біз бала кезімізден әдебиетте пәні бойынша еститінбіз. Еңбек туралы жыр, Нарсыпбай батыр жөніндегі. Бертін келе Нұрпейіс Байғаниннің Нарғыз, Ақкенже, Құбағұл секілді дастандарын мінекей бүгінгі таңда жыраулық дәстүрді мұра тұтынған жастарымыз жыр қорларына ендіріп, соның ішіндегі сол кезеңнің тарихында, дәуірінде жырлап, халыққа насихаттап жатыр. Ол кісінің тұлғалық қалыптасуы өте күрделі кезеңдерге тап келді. Сондықтан да жырларындағы сол заманның лебіне сай, сол заманның әрекеттеріне сай айтылып тұрады. Ал әсіресе отан соғысы кезіндегі бұл кісінің жалынды жырлары халықты орнынан тік көтеріліп ортақ жауға қарай осы белсенді түрде жұмылдыруы, әрине ол арғы тегіндегі қасиет, тегіндегі бекзадалық, көңіліндегі мәрттік деп ойлаймыз. Сондықтан да Нұрпейіс Байғаниннің мұрасы болашақта ол қазақ даласындағы жыраулардың жыр қорынан толық орын алу керек. Сонымен бірге қазіргі ақпарат құралдары менен біз айтып жатырмыз электронды оқу құралдары дейміз. Жыраулардың орындауында толғау термелері, дастандарын халыққа кеңінен таратуымыз керек. Өнер бүгінімен қызық, ертеңімен өміршең. Біз ертеңгі ұрпақты тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан да ол біздің музыкалық оқу орындарында, ол орта мектептер мен арнаулы музыкалық мектептерде арнайы дәріс беріп, немесе Нұрпейіс Байғаниннің 150 жылдығының аясында Нұрпейіс Байғаниннің жыраулық, жыршылық, ақындық мектебінің қалыптасуына негіз болып қаланады деп ойлаймыз. Нұрекең домбыраны жай ғана алып, жай ғана шалып қалды. Жаңа ғана оянған арыстандай ыңырана бастап, содан соң ішін тарта ақырып қалды. Мұнысы да мені қатты қуантты. Апашық аспанда лезде құрыстаған бұлт, шатыр-шұтыр найзағай атпаса, күн қалай күркірер еді, жауын қалай құйылар еді. Домбыра дауысы Нұрпейісті шапшаң тұтандырып жалындатып жіберді. Әбділдә Тәжбаев.
yelimde, yelimdeki yelimde, yavuşa kalan yelimde, aydır benim balkaçta, yağmurların korumasın, nasıl beni yelimde, olsa kural kırganda, yalgan ölüm ölümde, görmeyin yoldan çevirdi, adağıstan kalıptı, eden adam kegimde, kalmaydanla olursa, kalay yavrum kömünde, sağdanı dövüldü. Әкем мені 3 жасынан алдын алып, домбыра тартса алдынан шықпайтын көрінем, мен де тартамын деп. Сонан мына сол қолым домбыраның пернесіне жетпейді, мына оң қолымның музыка тілінде айтқанда постановка дейді, осы оң қолының қағысын қоюды үйретті. Кішкентай күйлерді тартатынмын. Сонан кейін ол кеткеннен кейін ағайым ғалым Нұрпейісов ғалым деген үлкен ағайым сот прокурор болсы деген сол кісі керемет домбырашы еді. Сонан әкемнің тартатын күйлерін үйреніп, соның ішінде керемет жақсы көретін күйі Қарасай Ғазидің күйі деп тартады екен. Сол күйді тартып берейін. Нұрпейіс ақынның әділет жаршысы болған өр тұлғасының кейбір тұстары ел арасында аңызға айналып кеткен. Даланың бір алқалы жиынында бас қосқан бай шонжарлар мен би сұлтандар жас ақын Нұрпейісті ортаға шақырып, өздерін мадақтауды талап етеді. Бұлардың ел жұртына істеп отырған қиянатының куәгері болған жас жыршы арнау жыр айтудан бас тартады. Жас ақынның қасарысқан қылығына ызаланған байлар онда осы отырған бәрімізді даттап көр деп шулайды. Сонда орақ тілді бозбала жырау Нұрпейіс отауызды домбырасын қолын ала сала былай деген екен. Қара жүзді би болыс, бұзылдың ет түрлерің, тура жолмен жүрмедің, туралықты білмедің, әділдікті сүймедің, шен-шекпенге мәз болып, елдің қолын күрмедің, жетім жесір жарлыға қарасуды білмедің, пара берген адамды иыққа салып сүйредің, пара бермес пақырда саз балшықта иледің. Қара жүзді би болыс сендерді қайтып ел сүйер. Жиылған жұрт алдында қара бет болған бай шонжарлар жас шыршыны дүре астына алып, бір ай бойы қамауда ұстаған екен. Ұлы ақынды жұмбақ сөздің шебері, теңеу сөздің тәңір деп мақтаған тұстарымызды, сол тәңірге балаған тұлғамызды, кезінде қамшының астын алғанымызды, тағдыр тәлкегіне түскен сол тарландарымызды еске алғанда,
жаурынға тиген қамшының ізі кеткенімен жүрекке түскен жараның жазылмасын жадымызда сақтағанымыз жөн. Жаны мен тәнін жараласа да бассыздыққа басын имеген рухы биік ұлы ақын қазақ халқының өрлік пен ерлік, ізгілік пен мейірімділік, достық пен батырлыққа толы Қобланды, Алпамыс, Ертарғын, Қыз Жібек, Төрехан, Орақ Мамай жыр дастандарын жырлай жүріп, өзінің Қарасай Қазией, Нарғыз, Ақкенже сияқты төл туындыларында дүниеге әкелген. Дәстүрлі ақын жыраулар жырды тек әндетіп, белгілі бір мақамға салып айтқан. Нұрпейіс жырау жырлап, қуандық Шаңғытбаев жазып қалдырған өлең жолдарына құлақ салып көрелікші. Қартайып мен де сол күнде еңкейді белім бүгіліп, басыма пана таппадым құлазыған даланың тау тасына тығылып. Тыңдаңыз дала қалың ел, қарт Нұрпейіс толғасын, неше ғасыр жырлаған домбыра шешен жолдасың. Ата бабамыздың тілінде ғасырлар мен ғасырларды жалғастыру үшін жыршы мен жазушының тағдырын жаратқан ем тегіннен тегін тоғыстырмағандығы да айдан анық. Өткен ғасырдың басы бүкіл даланы дүбірлеткен азаматтық соғыс, елдің есін жинауына мұрсат бермей, қазақтың тажалындай болған ашаршылық заман, халқымызды ұлыларынан айырып жетім еткен қанды қудалау жылдары. Аман келді арыстан, батыр десең бұларды айт. Айбаты артық дауылпаз заманының кеңішін, ұлан халық ел үшін ақтарменен алысқан, сансыз әскер кездесіп таптап жерге жанышқан, кеңдік үшін, ел үшін дұшпанменен қандасқан. Бұл кеңдікті көре алмай, арманда өтті данышпан. Кеңес дәуіріндегі жаппай қудалау кезеңінде Нұрпейіс ата тағдырында болған мына бір оқиға ел аузында қалған. Нұрпейіс Байғаниннің әйелі Аймекен апа еліне абыройлы, мінезді адам болған деседі. Байғанинді алып кетуге келе жатқан қара киімділерді көрген апамыз Нұрпейіс жырауды іргедегі үлкен сандыққа жасырады. Сол сандықтың қаншалықты қасіретпен ашылғандығын ғасырлар үнін жаңғыртып жатқан бүгінгі заманда енді түсінген дейміз. Еркіндікті ту еткен дала қазағы Нұрпейіс жырау үшін сандықтың қасіретті сұмдыққа айналғандығын жан тәнімізбен сезінген дейміз. Біз үшін мұның бәрі тарих, естелік беттері ғана. Ал осы оқиғалардың кейіпкер болған жырау үшін өзегін өртеген жыр толғау. Нұрпейіс атамыз қалдырған ұлы жырлар бізге ерлік пен ездіктің, өрлік пен өзімшілдіктің, тектік пен тәкаппарлықтың қайнар көздерін ашып береді. Оның әрбірімен танысқан сайын біз бабаларымыздың қайыспас рухын қалыптастырған бұлақ көзін ашқандай боламыз. Табиғи ажал жеңгенімен рухани ажалдың күші жетпейтін, есімі ел аузында ықылым заман қайталанып, барған сайын аразы жұрттың жүрегіне жылы ұшырай беретін адамдар болады. Нұрпейіс Байғанин дәл осындай адам еді. Қуандық Шаңғытбаев. Атамның есімінің ел арасында ұмытыла бастағаны мені соңғы кезде көп толғандыра бастады. Кішкентайымнан Аймекен әжем бауырына басып, сол кісінің тәрбиесінде болғандықтан, бәрі мені атасы мен әжесінің баласы дейтін. Сондықтан да атамның қалдырған әдеби мұрасын насихаттау, елге таратуды өзімнің балалық парызым деп санадым. Бірде осы Алматыдағы Арбат көшесінде серуендеп жүргенбіз. Қасымда жұбайым мен кенже қызым Нарғыз бар. Көп суреттердің қасынан өтіп бара жатып, солардың арасынан Нұрпейіс атамның суретін көріп қалдым. Атамның қасындағы жасөспірім баланың маған қатты ұқсайтынын көріп таң қалдым. Бұл маған атамның берген белгісіндей болып көрінді. Көп ұзамай
Атамның атында мәдени қор ашылды. Арасына бір жыл салмай Нұрпейіс Байғайынның төл туындылары енген Нарғыз деген атпен екі тілде альбом кітап шықты. Міне, деректі фильмде жарыққа шыққалы отыр. 3 томдық шығармалар жинағы дайындалып жатыр. Атамыздың әруағы қолдаса, алда да атқарылар шаруа көп. Атың кім, балам? Нарқыз, Атыңды кім қойды? апатайым. Нарғыз деген кім, білесің бе? Нарқыз деген қыз өнерлі қыз болған, талапты қыз болған, халық жақсы көретін қыз болған. Бәрекелді. Ал өзің оны қайдан білесің? Оны Нұрпейіс атамыз жазған. Тыңда халқым қартыңнан, Сейіт қызы Айшадай, айдай сұлу жарқыннан, нұрлы өнердің күшімен әр нәрсеге талпынған, өлең айтып, ән созған, домбыра тартса топта озған, өлең жырын ағытып, шаршы топқа жақ тозған, ару еді нұр шалқып, балуан еді даңқы артық, жауырыны жерге тимеген, талай мықты балуанды тымақ құрлы көрмеген, жығылуды білмеген, бәйгесіне ат алған, алғыс алған, бата алған, Айша сұлу жасынан балуандыға асқан соң Нарқыз болып атанған. Қашанда жылы жаққа қарай қанат қаққан қаздарды көргенде, көңіліңе ерекше бір мұң ұялайды. Бұлай тек еркін құстар ғана шолса керек. Нұрпейіс атамыз сияқты дарабоз данышпандар да туған халқының қайғысы мен қуанышын қатар қамтыған асқақ жырларын артында қалдырып, жалған дүниеден осы қаздарша кете барады. Олардың артында болашақтың аманатын арқылап біздер қала береміз. Сондықтан да үлкен жол торабында тұрып, артымызға сәл бұрылып, ұлы жыраулардың ұлағатына құлақ түргеніміз абзал. Нұрпейіс Байғанин 1945 жылы 9 сәуірде ұлы жеңіске тура бір ай қалғанда дүниеден озды.